Привет, наши друзья! Это не сериал, потому что это продукт нашей жизни. Мы росли вместе детства. После того, как мы вырастем... Мұғаш, Ау, қазақша айта берші. осыдан 10 жыл бұрын. Не болды? Сен осы жігітің бар ма? Кетші қуасың ба? Әйше сұрадың ба? Жай екінші қызың боласың ба? Құршы бар? Яман, біз бүгін ВК османымыз ғой, ана кезде жерден қаламыз, бүгін счетты қайтарайық. Давай. Мұғаш, сол форманы алып келмедің ба не? Форма ішімнен болған. Біздің кластың қыздары кеше футболдан қазір болып ұтылып қалды ғой. Жігіттер кластың қыздарын көріп отыр ғой, бүгін тұрсыз болған жоқ не? Менде тұрсыз жоқ. Ой, білді. Балалар, жұмыстарымызды өткіземіз. Жігіттер, киім ауыстыруға 2 минут бар, тез ауыстырайық. Давай. Сәлеметсіздер ме? Көңіл-күйлерің қалай? Қазір баскетбол, волейбол ойынына қауыс ережесін сақтап, асықпай ойнаймыз. Келістік пе? Олай болса, 1-2-ге сыналамыз. Олай болса, ойынды бастаймыз. Aynalan bir bekki, göre beni tepey, durmaganda tepey, korkma men seni şiddetpey. Aynalan bir bekki, göre beni tepey, durmaganda tepey. Тағы ұтып қалдық, тым ойнамайсыңдар, ашқым жібере бересің, не бермейсіңдер допты. Біреуің ойнай алмайсыңдар, мұқаш жермен не істеп жатсыңдар? Бля, оны қойшы, баука қайда? Ол асылмен кетіп қалды ғой, походу. Бля, бабка ойшын. Баука, көңіл қойдайық бар, кеттік. Баука, неге жалғыз отырсың? Тағы да ұтылып қалдық, настроение жоқ. Қойш, қайта күшті ойнадыңдар ғой. Не үшін келдің? Жай сенен бір нәрсе сұрайын дегенім. Не болды? Баука, жігіттерге қандай қыздар ұнайды? Так, жігіттерге ақылды, пысық, әдемі, таза қыздар ұнайды. Че, не болды? Біреуге ғашық болып қалдың ба? Жоқ, ғашық болған жоқпын. Просто бір жігіт ұнап жүр. Че, кім ол? Саған оның қатысы жоқ. Не аласың оны? Ой, Әсел, менің жасыма шығарсың, кім ол? Қас сен қолыңдағы доптана кольцоға салсаң, бас әрпін айтам. Жігіттер баука анып тұр ғой. Не істеп жатыр анау? Қас сен қолыңдағы доптана кольцоға салсаң, бас әрпін айтам. Баука! Баука! Балға? Болды, осы жыл түсемаса, келесі жыл түсесің, не болды сонша? Обидно да, 11 жыл оқыпсың. Несі обидно, 11 жыл ғой. Мен 13 жыл оққан ғой, Балға. Қалай 13 жыл? Класстан класста қалғам да. Болғанда ол менің решением емес. Мектеп директор ғой. Сенде оқушылар бізге керек. Ойбай, мектепке қал деген соң. Қақтан білейін, ақымақ болғам да. 140 балл жинағанда түсіп тұрады ма, грантқа? 140 балл жинасам, біреу саған машина подаркке дайындап қойған бет. Жанр бердіңіз де? Жанр дейін? Білмеймін әйтеуір, хит болып жатыр ғой. 139 балл жинамағына қуансың сен қайда? Шетке ақ беретінен. Анау жанр дейтін 140 балл жинамай тұрып 139 балл жинады ғой бір қыз. Жоқ қой кәдімгі мысалы деймін да. Қоя бер, келесі жылы түсесің зато. Бір жұмысқа тұрып, оған әрекет жасай берсей. Көңіл күйін көтереді, абай қолын бүйтші кәдімгі. Мынау күйде көрсетші. Вот сол мұрныңа тық. Қойшы братан. Нормально келеді деймін. Бір жағымен тыныс аласың. Жүре кафеге барып, жаңағыдай бір бөле жейік те. Ақшаң бар ма өз? Тони, видеоның бәрін түсіріп қойдым, короче. Кешке қарай жай инстаграмға сала беремін, монтаждап. Тоқтатпай салшы историялар. Клиент тарту көріп не қар. Болды, тамыр, уайымдамас, Болды. Күтемін ғой? Болды, автобуста монтаждап үйге қарай бара беремін ғой. Болды. Кешке саламын бірақ. Мен қазір жұмыстармен кете берейін. Болды, жақсы онда. Болды, жақсы. Күтем. Так, Рауан ба сонда отқан. Алло. Жақсы, өзің қалай Рауан? Жұмыстан шықтым қазір. Алып кетесің ба?
Болды, сен онда республиканың алдында күтем ғой, ақ кете сал. Давай. О, қалай жігіттер? Қалайсыңдар, О, салам алейкум, ребята. Чё там, не план бүгін? О, міне бауға оғуға түсамай қап. братан, қауақтай болып кетіпсің ғой? Аузың жабы. Болды, братан. Үйге өттіңдер, тамақ істеп жатырық. Болды, хабарласам. Болды. Досиді алып барам мен, күте тұрыңдар. Все, давай. Зор болды да, Міне жігіттер. Сен ше? Үйленбе. Сен үйленсең мынандай тамақты ресторанында атаңның баш дейсің. Сен вообще мен тамағымды менен етпей қойшы. Немене? Қуасың ба? Тамақ қой бұл. Мен тамақ істесем атаң базар деген емес. Тамақтар қашып кетсе ше мен бұлар менен кейін. Сонда ерден мысалы палау істедім да. Кірішті жүрлер сәбізден біз ренжеттік те тұрып кетіп қалса. Сирияға ма? Атсуға? Төркініне Өзбекстанға. Қой ше. Өйтіп жүріңдер. Бауға? Обыттанған жезі ғой? 89. Осырақ! Ей, бауға. Нәр күліп ұйықтап отырсың? Қанша жаның айтсай? 88. Нормально ғой. Не жұмыс істейсің енді? Білмеймін, көреміз енді. Саған жақсы идея бар негізі. Ол кезде негізі массажға сәл жақын ғой. Білемін ғой, мен арқамды оғалатан кезде жақсы істейсің ғой. Бір адам бар. Массаж үйретеді. Соны сен барып курсын өтсең. Одан кейін детский массаж істесең. Ақшасы сұмдық. Жоқ, шынымен. Ойнап өтетін жоқ бауға. Қанша бар деген ол? Бір массажына. Так, бір курсы 100 мың ба сондай. Боди массаж. Боди емес мұғыш? Давай. Дейіңіз ғой? Давай. Ол жарықта істейді. Түнде істемейсің, жарықта істейсің. Сәбилер ғой, бойлапындарға. Бір түрлі емес па, братан? Массаж. Көрсейсің. Болмаса сен дози, қорқынышты жерің бар еді, сөйлі кіргізесің ана. Ол бауға ұяқта істемей ол. Жүрегін жұтып қойып та. Жүрек жұтып алғандар бар ма не? Ой, көп қой. Қайтып аласыңдар оның жүрегін? Қармақпен татып аламыз біз. Не болды? Қорқпайын адамдар ұстап. Жүрші кеттік. Жүрсейік кеттік, жүр. Қорқпай деген соң. Кетші, бармаймыз. Бармайын деген емес, жүр. Кеттік, жүр. Барсақ бәріміз барайық. Давай кеттік жүр. Көрейікші рауа қақайдың баратын. Нау ма? Бұлыз. Мен. Пампер. Маған сен тұрсың. Памперсін ауыстыр онда болды. Жүр. Атаңа келеді қара бет. Табағын кеуіп сосыз ойын шібірі шығар бізді. Атаңа келеді хайуан шығар бізді. Төлеме жеден шығарсың ей. Звондайым, жүзекке звондайым, мал. Малсыңдар ма? Көз көріп кетті ғой ананың. Мен бір айтқан кезде шығарған жоқ қой. Өзінен көрсін. Алло. Давай кабарым. Как келемеш? Бензопиламен келді, бір ұрдым мен істеймін. Қой жесе де. Немен келсе де немене бәле сөздер ану сенікі. Сен сөзінен киіздің еш шығып жатыр ғой. Енді сол кезде қорыққанын айтатын сөз еді ғой. Апам жасау деймін сенен. Қой ше. Хайуан, төбеме жететін шығарсың деп айтқаны ше. Сен ше, Ерман? Полиция. Сен айтпай қой, неге ұқсап тұрғаныңды? Нормально ғой менің полиция. Қойыңдар ше жігіттер. Қорқатындарыңды айда замандар ма? Сен вообще сөйлемеші. Бағалы сөйлеуге шаман келмей жатыр еді ғой. Неменеге? Ерман ана жерде қасық таппай жатқан кезде не болатынын білетін ең сен? Тілің кетіп жатыр еді. Приора бәрі қайтып болып бара жатыр еді ғой. Есінде жоқ ау деймін бұл. Жоқ қой есінде, жоқ. Келатыр. Болды, қайттық.
Не болды, шешілді ме? Малсыңдар ғой. Айтсам ренжисіңдер бар ғой. Не қылды енді? Не қылғанда заявление жазып жатыр. 100 теңге бердім. 100 мың? Иә. Болып бере саламын ғой 100 мыңды. Мұғаш қойшы, қарызың қолтығынан ағып жатыр ғой. Бүкіл жерге қарыз, 3 миллион қарыз, 100 мың қақтан бермекшін сен маған. Береміз ғой, не болды? Бермей деген ақша емес. Өздері, короче, бере алмайды деп ойлаймын мен. Қойшы кеттім мен сендерге айтсаң да не, айтпасаң да не, прикол ұстап тұрсыңдар ғой, шеш. Аха. Ол білем ғой, туған ағасым ғой. Ол мінез ит ол, ит болып келеді қазір өзі үшін. Шарик, ко мне. Балам. Ерман. Шарик. Ерман. Ей, мен сөзі астарлап айтып отырмын ғой. Ит деген ит деп ойламаса, келеді деп астарлап сөйлеп отырмын. Сүйекті жеп отқан көргенімде? Сондай да. Ит па? Жігіттер, бүгін жалпы сондай күн болып тұр да. Сол бір барып, бір мұздай суағып келсем. Жоқ, о, былай қайда берсең, да, үйіп айтып отыр бұл. Жолдан да соған барып алып келейін мен мұздай су. Бас дейді дейіз осың, Бас дегенде бұл қалай жомарт болып қалды бұл? Тиыны бар ма бұның? Білмеймін ғой, бір жерден ұрлығы тиындарымыз. Тыққан бар да. Білмеймін әйтеуір. Жаман болып кетіп барады. Бар о да. Тұққанын білмеймін. Болса, әйтеуір мені қадап кетеді. Постоянно кәсек өздері істеп жатыр, мені қадап 100 мың. Не істеймін де, ит болып тағы да бір ай жұмыс істеу керек қоямын да. Сәлем құрметті достар, қазіргі таңда әлеуметтік желіде қыз-келіншектер өздерінің күйеулерінен зорлық-зомбылық көріп жатқандарын салып жатыр. Ал бүгін біз эксперимент жасап, бүгін мені құтқара ма жоқ па, соны тексеретін боламыз. Ал құрметті достар, дәл артымызда бір бала отыр екен, соны тексеріп көретін боламыз. Кеттік. Жапшы аузыңды, неме үнемі үсте бересің? Жан, мен не күнәм бар? Қандай не күнәм бар? Сен қуасың ба? Ұстамашы. Ұстаймын, неге ұстамайды екен? Ұстамашы, жібеш, ауырттың. Сенсің ғой бәрін істеп отқан. Ауырттың, аға көмектесіңізші. Мен араластырмаңдар. Жіберші. Кетсем мен болды. Қуасың ба сен? Жібермеймін. Аға көмектесіңізші. Араластырма оны. Қарындас, мен араластырмаңдар. Араласпашы. Қойсай, жап аузыңды. Қайтам емес. Тұр осы жерде. Тұрмайым, қайтам, жіберші. Бауыр, не қыласың? Араласпашы. Араласпағанда енді... Барса я неға. Тұр бұлай қарай. Інім, қойсай. Тұрсай бұлай. Ақ кетіңдеші, мына не? Қарындасын, айналайын, қарындасын қоя тұрса, айналайын, қайзыл болдың, қарындасын. Өздері сөйлесіп, жүрсе, аған күшті массаж істеп тұрмын саған, қарындас. Немдегі ұрыватыр қарша деп қызды? Аузыңды жайбе, сол қызды қарша деп қызды қалай ұрыватсың? Алған кезде қалай алды ол қызды? Күйем деп әке шешесі осыған, менің қызым, мен қарындасым, ойбай, аға уайымдамаңыз деп қалыңмал. Қалыңы қанша бердің сен? Қалыңмал. 2,5 миллион берген ғой. 2,5 миллион берген. Ойланбадың ба сонда сен? Братан, аузыңды жайбе. Айтсай, қара бер, сол қызды алған кезде сен не деп алдың? Братан, түсінсей, братан, өтініш түсінші. Аузыңды жайбе. Сол қызды аузыңды жайбе. Сіздер дұрыс түсінбей қалдыңыздар. Бұл жай ғана эксперимент болатын. Қазіргі таңда қыз-келіншектерді күйеулері ұрып жатыр ғой. Содан кейін соған бола эксперимент түсіргенбіз. Жай ғана пранк қой бұл. Қарашы Ерман. Пранк бір бәле дейді да. Сонда осыны көріп, сонда мына видеоны көреді екен да, еркектер. Болды, мен қатынды ұрмаймын. Мен жаман жолда жүр екенмін деп ойланады екен да. Мә ойланады, түсіндіңдер ма? Одан да анау қараш, бір отбасын алды, әдемі қылып намаз оқып отыр. Баласын тақия киісіп болған әдемі керемет етіп бар. Нам солар түсірмейді деймін да. Солар түсіріп, одан кейін мына ана видеоны көреді ғой. Мысалы жаман жолға түсіп ішіп кеткен күйеулері болады ғой, жаңағы алкаш ұрып жатқандар көреді да, мәссаған, не деген кәдімгі керемет отбасы. Мен осындай болмадым екен деп өзгермеймін ма енді? Сондай дүние түсірмейсіңдер. Оған да өзгермейді ғой. Немене? Адамның санасы болмаса ішпәлі болмайды ғой. Енді сол санасын жеткізу керек, мынада сана түсіне ма? Сондай түсірмейсіңдер ма? Дұрыс айтасың аға. Неге соны түсірмейміз? Қайдағы жоқ. Дұрыс айтасыз, братан. Бары соны түсіріңдер лучше. Соны түсірейін. Кешір, братан. Бол, жақсы. Не? Одан кейін вайн түсіріңдерші, бағыланда сияқты. Мынау бір әулие идея айтып адамдарға. Сол өзің түсірмейсің ба соны? Камера жоқ қой бізде. Әперейін мен саған камераңды. Уақытым жоқ. Уақытыңды әперейін. Қойшы Ерман. Еріншексің, шөпке тышарсың. Мынау да бір энергетик алып келем деп еді ғой жаңа ғана. Қан энергетик, Бауыржан Сапар. Қаны болғанда, мына жерде айғай болып кеткен соң. Қай жерде? Мына жерде қазір болды ғой айғай. Айғай емес қол. Не енді? Ол тәлім тәрбие видеоролик. Суың кәді? Барамын мен. Қазір. Әпкеші. Ой, бопты, кеттім. Бетім мұжымағым. Сауап сол керек оған. Сөйтіп бару керек қол.
Қайқа барамыз одан кейін соң? Бағалда анам қорыққан жерге барайық та, қорқынайық та қайтадан. Ой, қойсай тағы жүзімді кетіп ойлап, тағы бір айтып. Көтіқшы. Қайырлы кеш сөмке сериалының актерлары. Жалпы бұл сериалдың мақсаты не? Оны Бауыржан айтсын. Болға, сәлем. Бұл сериалдың мақсаты не жалпы? Бұл сұрақтың жауабын бізде Рауан айтсын. Рауан, сәлем. Бұл сериалдың мақсаты не, білесің бе жалпы? Бұл сериалдың мақсаты оны Мұқаш айтсын. Мұқаш? Керемет сұрақ, рахмет пас беріп жатқандарыңызға. Жалпы бұл сөмке сериалының мақсатын біз айтқанымыз өте орынсыз сияқты. Сол себепті халық айтсын оны. Братан, не болды? Не болды? Вообще болмай қалды ғой, братан. Мен жаңа бірінші серияда арқамнан дырау ашып бератты ғой. Мен екінші серияға түсем ба мысалы? Білмеймін оны. Братан, хотя бы өзіме айтшы, братан. Халық біліп қояды ғой. Аузына сөз тұрмайды бауға, кеттік. Ой, біле, братан. Ой, біле бауына сол. Газон. Шеше, жаяу келе шеше. Жерге совестің егесін бәрін, ше? Қуасың ба, Ерман? Майкл Джексонның әруағы.